Сәлем қыздар, бүгін біз медовый печенье жасайтын боламыз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Печеньенің жасалу жолын көру үшін видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ол үшін бізге ұн және де бөлме температурасында еріген майды ұнның үстіне салып, жақсылап езіп, араластырып аламыз. Біркелкі болып араласқасын үстінен қант саламыз, тұзымызды саламыз және разрыхителімізді саламыз. Бәрін салып, жақсылап араластырамыз біркелкі болғанша. Жақсылап араластырып, үстінен медімізді және де 2 жұмыртқамызды салып, қасықпен жақсылап араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырып алған соң, қолмен қамыр илейміз. Қолымызбен жақсылап жұмсақ болғанша қамыр илейміз. Осылай қамырымызды илеп, холодильникке 10-15 минутқа қойып аламыз. Міне қыздар, біздің қамырымыз дайын. Енді оны қолға жабыспау үшін кішкене сұйық маймен майлап алып, домалақ, жаңғақ тәрізді формада тапаға теріп шығамыз. Осылай видеода көргендеріңіздей домалақ қылып, араларын ашық-ашық қылып жайғастыру керек тапаға. Өйткені печеньеміз көтеріледі, ісіп піседі. Міне қыздар, мен жайғастырып алдым. Енді 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне қыздар, тапаға осылай жайғастырасыздар. Біздің печеньеміз пісті. Міне өте дәмді, әдемі болып шықты. Ас болсын.